Ассалаумалейкум, әкелер, кішкентай батырлар. Бүгінгі біздің балалармен бірге ойнайтын қанталапай ойыны, асық ойыны, қазақтың ұлттық ойыны. Мынау асық ойынын жалпы түсіндіріп кетейін. Негізі асықта 4 не болады? Бүк, чүк, алшы. Ұлттық ойынымыз асық ойыны ғой. Бұрын ата-бабаларымыз осы асықпенен көп ойнаған. Негізі күндізгі және түнгі деп екіге бөлінген екен. Ол түнгі ойнайтында ол мергендер, ал күндізгі ол өте бір жауапкершілікпенен ойнайды. Балалар, мен енді қанталапай ойыны асық сіздерге шашам. Сіздер бөліп аласыздар, иә? Үшеуіңіз кәне дайын отырыңыздар. 1, 2, 3, кет. Мынау түсті білесіңдер ме? Қызыл түс. Мынау қандай түс? Қазақша айтамыз. Қандай түс? Көк түс. Мынау қандай түс? Жасыл түс. Жақсы. Қанталапай ойында қызыл асық бар. Ол қызыл асықты енді сол асықты алған адам ойынды бастайды. Бұл асық бізде Ерқан деген кішкентай батырымызда сол ойынды бастайды. Осымен атамыз, е? Бұл қызыл асық қантал. Кел, мұнда келеміз енді. Енді мұна артқа сәл қоямыз да, етін аяқ тізеңді қара, мұнда қарайық. Енді мұна ақырын жайлап, біріншін атайық, етеп жібереміз. Біраз кет. Негізі мұна шеңберден асық асу керек. Сол кезде ана асықты аламыз. Ал. Сен аяқ керінше тұрып алдың ғой. Бұлай тұрамыз. Зейін сәл бүгін күре, ең күре, өте екіне ал. Ой, молодец. Қайда. Ой, молодец. Ой, молодец. Ойынымыз асық ойыны жақсы ойлаймын. Жеңіске достық командасы жеңді. Ал құрметті әкелер, батырлар, бүгінгі асық ойынымыз өз мәресіне жетті. Жақсы көңіл күйде. Балалар, ұнады ма сіздерге? Ой, молодец. Енді жалпы қорытындыға келсек, достық жеңді. Балалар, қуаныштамын, сіздерге рахмет. Менен әкенің арасындағы бір жақсы қарым-қатынас орнату ғой негізінде.